Менің атым Байғазы Кәрібаев. Байғазы Батылбек деген менің балам. 2025-тің 11 айдың 12-сі ыстық суда чонжының тойға барған балалар қайтқан машинеге түсіп кетеміз деп ата жұрттың ту өртеген азаматтарына машинесіне түскен. Жолда бұлар ту өртеген, бірақ менің балам ту өртемеген, о жерде бір ауыз сөз сөйлемеген. Солармен бірге қамалып кеткен. Міне 6 ай болды. Bir қанша рет сот ашылды. Адвокат жалдадық. Адвокатқа мына Есік ауданы, Шелек ауданындағы Бану деген адвокат 500 мың теңге алып кетті. Не бір рет сотқа келмеген, бір рет болмаса сотта тамақ апарып жатқан адамдарға кіргізе алмағанбыз. Ол менен 500 мың теңге қолымнан алып кетті. Енді мына ата жұрттың адвокаты Шыңғуат Байжан деген кісі қорғап жатқан. Мына 2026 жылы 4 айдың 2-сі күнгі сотта барсақ, балаларға қорқытып қол қойдырып кеткен. Біз жоғартынан келген адамды қорғау адамдарымыз дейді. Бірақ біз түрменің адамынан сұрасақ, бұлар ондай адам кірген жоқ дейді. Сонда бұл қалай албасты кіріп кетті ме болған сонда? Бұл қағазда олар қол қойып отыр, нақтылы. Бұларға қорқытқан 15 жыл отырасыңдар деп. Өз ана баланың көзі көрмейді, оны қағазы танымайды, танитын көзі жоқ ода. Сондық үшін мен қазақ елінен адамды құқық қорғау, дүниежүзілік адамды құқық қорғау орталығынан көмек сұраймын. Сөзім бітті.